Қайырлы күн балалар. Бүгін біз мемлекеттік шекаралардың функциясын, түрлерін және олардың динамикасы туралы айтамыз. Жалпы мемлекеттік шекара дегеніміз не? Мемлекет егемендігінің кеңістіктік шегі. Яғни мемлекет аумағының құрлықтағы, судағы, жер қойнауы мен әуедегі шептерін айқындайтын сызықты мемлекеттік шекара деп атаймыз. Ал мемлекеттік шекараны зерттейтін ғылым саласын біз географиялық лимология деп атаймыз екен, есімізге сақтап аламыз. Сонымен жалпы мемлекеттік шекара мемлекеттің қауіпсіздігі мен егемендігін сақтап қалудың аса маңызды шарты. Енді мемлекеттік шекара туралы айтып жатырмыз. Бірінші біз функциясын қарастырайық. Мұнда мен бөліп жазып қояйын. Яғни мемлекеттік шекараның бірінші функцияларын қарастырайық. Жалпы функциясын біз үшке бөліп қарастырамыз екен. Бірінші функциясы ол бөлуші екен. Ол дегеніміз не? Яғни елдер арасындағы адам, тауар және басқа қозғалыстарын шектеумен анықталады екен бұл бөлуші дегеніміз. Адамдардың қозғалысын шектеу және тоқтату үшін шекара бойында арнайы жабдықталған тосқауылдар қою, ақылы визалық режим орнату және маятникті миграцияларға жол бермеу үшін бөлуші функциясы жүзеге асады екен. Екінші функциясы мемлекеттік шекараның ол жалғастырушы. Ал бұл функцияның қызметі не екен? Яғни көршілес мемлекеттердің шаруашылық байланыстарын нығайту, шекаралық аудандарда бірлескен жобалар жасау, сондай-ақ шекаралардағы табиғи ресурстарды бірлесіп пайдаланудан жалғастырушы функциясы көрінеді деп айтсақ болады. Оған мысалы біз жаңа көрші ел біздің Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының арасындағы қорғас шекара маңы ынтымақтастық ауданын айтуға болады екен. Оның жалпы алып жатқан аумағы 560 гектар болса, оның 217 гектары Қазақстанға, 343 гектары Қытай Халық Республикасына тиесілі екен. Ал бұл қорғас орталығының жалпы Алматы облысының тұрғындарына жұмыс болуы, немесе сол ауданның экономикасын, облыстың экономикасын көтеруі, әртүрлі туристік жағдайды, немесе жаңа жұмыс орындары сияқты сонымен қамтамасыз ету жағынан қолайлы деп айтуға болады екен. Үшінші функциясы ол сүзгілік. Мемлекеттік шекараның үшінші функциясы сүзгілік. Елдің аумағына келетін қауіп-қатерлерді, теріс ағымдарды, тыйым салынған тауарларды өткізбеу екен. Мысалы, есірткі, контрабандалық тауарлар немесе әртүрлі лаңкестік әрекеттерден осы мемлекеттің сүзгілік функциясы қорғап отырады екен. Енді балалар, мемлекеттік шекараның түрлерін айтатын болсақ, түрлері. Оның екі түрін атап өтсек болады екен. Ол әрине бірінші табиғи шекара және екіншісі жасанды. Табиғи шекара дегеніміз не? Яғни жаңағы елдің шекарасы табиғи шептер арқылы өту, өзенмен, көлмен, таумен өтуі. Жалпы геосаяси тұрғыдан қарағанда осы табиғи шекаралар өте сенімді екен. Екіншісі жаңа айттым, жасанды шекара. Жасанды шекаралар адам қолымен жасалған арнайы инженерлік құрылғылар көмегімен белгіленеді екен. Мысалы, Африка құрлығындағы көптеген мемлекеттерді мысалға айтып болады. Яғни Африканы отарлау кезіндегі әртүрлі метрополиялық түзулер арқылы бөлінген шекараларды біз жасанды шекара деп айтып өтсек болады екен. Жалпы шекара сипатына қарай да ары қарай жіктесек болады екен. Сипатына қарай біз шекараларды құрлықтық шекара, және
теңіздік шекара деп бөлеміз екен. Теңіздік шекара. Ал енді жалпы біз сіздермен бұрынғы алдыңғы білімдерден білеміз, жалпы дүние жүзінде 44 мемлекет теңізбен мүлдем шектеспейді, ал 36 мемлекеттің мүлдем құрлықтық шекарасы жоқ. Құрлықтық шекаралар бойынша, жалпы шекара ұзындығы бойынша, құрлықтық шекараның ұзындығы бойынша 5-ші орын алатын өзіміздің Қазақстан Республикасын айтып өтсек болады. Біз құрлықішілік мемлекетке жатамыз. Енді мемлекеттердің біз анықтау және белгілеу деген нәрсені жазып қойдық. Енді осы жерде бірнеше мынандай терминдерге көңіл бөлейік, балалар. Сонымен мемлекеттік шекараларды анықтау және белгілеу. Бұған біз делимитация деген терминді айтамыз. Не ол делимитация дегеніміз? Яғни көршілес мемлекеттердің арасында келіссөздер арқылы мемлекет шекараларының жалпы ережесі мен бағыттарын анықтау. Мен мына жерге жазып қояйын. Оны біз делимитация дедік. Бұл кейінгі тақырыптарда бізге керек болады. Яғни делимитация дегенде біріншіден біз бейбіт келіссөз арқылы мемлекет шекарасын анықтау деп айтсақ болады. Екінші, балалар, тура осындай термин, ол демаркация деп аталады. Демаркация. Ал демаркация дегеніміз не? Яғни шекараларды делимитациялау, яғни бейбіт келіссөздерге сәйкес жергілікті жерде шекаралық белгілерді қою, мемлекеттік шекараны анықтау, белгілеу болып табылады. Жалпы ол жерде мынандай нәрсе айтсақ болады. Бірінші, топографиялық түсірілім, әуе түсірілімдері жұмыс істейді. Топографиялық координаталар анықталып, ірі масштабта карталар жасалады. Одан кейін шекараларға бағаналар қойылады, сым қоршаулар қойылады және міндетті түрде арнайы құжаттар толтырылады екен. Бұл мемлекеттік шекараға байланысты біздің білетін екі термин. Яғни делимитация арқылы келіссөздер жүреді, демаркация арқылы мемлекеттік шекаралар белгіленеді екен. Ұмытпаймыз деп ойлаймын. Енді бізде динамикасы деген нәрсе қалды. Динамикасы дегенде жалпы мемлекеттің шекара соғыс кезінде немесе бейбіт жолмен өзгеріске ұшырауы мүмкін. Жалпы әскери жолмен әскери емес жолмен шекара өзгерістерін бірнешеге бөлсек болады. Соған байланысты динамикасына мынандай нәрселерді қарастырсақ болады. Бірінші терминіміз біздің өтетін ол сессия деген термин. Ол не деген сөз? Яғни мемлекеттердің өзара келісімі негізінде белгілі бір аумаққа иелік ету құқығының бір мемлекеттен екінші мемлекетке берілуі. Біз бұған немесе айырбастау, немесе сыйға тарту деп айтсақ болады. Біз бұған 1967 жылы болған Америка құрама штатының Ресей Федерациясынан Алясканы сатып алуын мысал қылып айта аламыз. Міне, сыйға тартты. Яғни бір мемлекеттен жер екінші мемлекетке өтті деген сөз. Келесі термин, балалар, ол адюдикция деген термин екен. Ал бұл термин нені білдіреді? Халықаралық сот немесе арбитраж шешімі бойынша бір мемлекет құрамында болған аумақты басқа мемлекетке беру дейді. Яғни бұған біз 1968 жылы болған Качское Ранна даулы ауданын айталамыз. Ол ауданның 90% Үндістан мемлекетіне, 10% Пәкістан мемлекетіне берілген екен. Ал терминді адюдикция деп атаймыз екен. Келесі термин, балалар, ол аккреция деп аталады. Міне, ал аккреция термині нені білдіреді? Мемлекет аумағынан құрлық бөлігінің табиғи немесе техногендік жолмен ұлғаюы. Бұған біз Нидерланды, Жапония, Сингапур және Парсы шығанағындағы елдерді мысал қылып айтсақ болады. Яғни жағалық бөлікті ұлғайту мақсатында, яғни шекара мемлекеттің көлемі үлкейіп жатыр деген сөз. Және біз осы жерде өз еркімен қосылу дегенді де айталамыз. Шекараға байланысты өз еркімен қосылу.
жаңа айттық, әскери жолмен емес деп, яғни шағын емес мемлекеттер, ірі мемлекеттерге өз еркімен қосылу. Оған 1944 жылы Тува мемлекетінің КСРО-ның құрамына кіргенін мысал қылып айтуға болады. Және өз еркімен бөліну. Ал бұл не деген сөз? Бөліну дегеніміз. Яғни бейбіт жолмен бөліну. 1917 жылы Финляндия ұлы князьдігі Ресейден бөлініп, дербес мемлекет болып тағайындалды. Міне бұл өз еркімен бөліну деген сөз. Және соңғысы өз еркімен бірігу. Бұған біз Танганьика және Занзибар мемлекетін мысал қылып айта аламыз. 1964 жылы осы екі мемлекет бірігіп, Танзания деген екі мемлекеттің атауы біріккеннен жаңа мемлекет пайда болған екен. Және бұған біз мысал қылып 1971 жылы бұрынғы келісімділік Омандағы бытыраңқы әмірліктер бірігіп, біріккен Араб әмірлігі құрылған екен. Біз өз еркімен бірігуге осы жаңағы Танзанияны және біріккен Араб әмірлігін мысал қылып айтуымызға болады екен. Міне балалар, бүгін жалпы мемлекеттік шекаралардың 3 функциясын, олардың түрлерін, сипатына қарай түрлерін және олардың мемлекеттік шекараларды анықтау мен белгілеуде делимитация мен демаркация туралы, сондай-ақ мемлекеттік шекаралардың бірнеше динамикасымен таныстық. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.